Реал өткен маусымда кеткен есесін қайтара ала ма? Неліктен қазіргі Эль Классико баяғыдай қызық болмай қалған? Хаби Алонсо алғашқы Эль Классикосында Фликтің бандасын тізе бүктіре ме? Әлде Барселона жеңіс сериясын жалғастыра ма? Матчқа қатыспайтын футболшылар кімдер? Бүгін осы сұрақтардың төңірегінде әңгіме айтамыз. Ла Лигадағы басты матч саналатын Эль Классиконың да уақыты жақындап қалды. Осы маусымдағы Реал Мадрид пен Барселона арасындағы матч Испания чемпионатының 10-шы турына сәйкес келді және 26 қазан күні өтеді. Бұл күні әлемдегі футбол жанкүйерлері екіге бөлінеді. Бірі корольдік клубтың шашпауын көтерсе, бірі Блаугранаға жақтасады. Айтпақшы, бұл матчты еш қиналмай кинопоисктан көрсеңіздер болады. Бұған дейін футбол матчтарын тікелей эфирде көру үшін әртүрлі сілтемелерге кіріп, ол жақта жарнамаға тап болып немесе кеш көрсетіп жататын еді. Енді сіздер Эль Классиконы кинопоисктан жақсы сапада және жарнамасыз көре аласыз. 26 қазан Реал Мадрид пен Барселона тек кинопоискта. Осы маусымдағы алғашқы Эль Классико Мадридтегі Сантьяго Бернабеу стадионында өтеді. Бұл Реалды биыл тізгіндеген Хаби Алонсоның бас бапкер ретіндегі алғашқы Эль Классикосы. Ойыншы ретінде 2009-2014 жылдар аралығында Мадридті клубтың намысын қорғап, Барселонаға қарсы 20 мәрте ойнаған екен. Бірақ тек бесеуінде ғана жеңіске жетіпті. Демек, футболшы ретінде Барселонадан жапа шеккен деп айтуға болады. 2010 жылы 5-0 есебімен жеңілгені бұған дәлел болу тиіс. Енді бас бапкер ретіндегі статистикасын жақсы нәтижемен бастауға тырысады. Ал Ханси Фликтің бұл жағынан ешқандай проблемасы жоқ. Барселонаның бас бапкер ретінде Реалға қарсы 5 матч өткізіп, 5-інде де жеңіске жетті. Алғашқы жолдастық матч болды. Ал былтыр дәл осы 26 қазанда өткен алғашқы ресми матчта Реалды 4-0 есебімен тізе бүктірді. Ол кезде Флик офсайд тұзағын құрып, Мбаппенің құтын қашырған еді. Одан кейін Суперкубоктың финалында 5-2 есебімен, Кубоктың финалында 3-2 есебімен жеңіске жетті. Ал қос команда арасындағы соңғы ойында 4-3 есебімен тағы да каталониялықтар басым түсті. Қанша гол салғыларың келсе, сонша салыңдар. Бірақ біз бәрібір жеңеміз деген тактиканы ұстанған Флик өткен маусымда Ямаль, Левандовски, Рафиня үштігі әр матч сайын Реалдың қорғанысын бұзып жарды. Ал Мадридтік клубтағы Мбаппенің бір өзі қайда жетеді? Биыл бапкерлердің жаңа дуэлін көретін боламыз. Анчелотти Фликке қарсы тұра алмағандықтан Флорентино Перес дереу өзгеріс жасады. Реалға ең ауыр тиетін жеңіліс дәл осы Барселонадан келеді. Клуб басшылығы да, жанкүйерлер де, Мальорка, Левантеден жеңілген кезде қатты ренжімеуі мүмкін, бірақ Эль Классикодан ұтылса, қорлықтың көкесі сол кезде болады. Папа Карло 23-24 жылы маусымда Ла Лига мен Чемпиондар Лигасында топ жарды. Ол кезде тәжірибесі толыспаған Хавидің Барселонасын жеңу Анчелоттиге қиын болмады. Ал өткен маусымда Ханси Флик келіп, шамасы жетпей қалды. Испания ішінде де Чемпиондар Лигасында да сүрінді. Енді жағдай 180 градусқа өзгерді. Барселонаны кезінде Бавария мен требл жасаған, былтыр Испаниядағы барлық трофейді жеңіп алған Ханси Дитер Флик көкеміз жаттықтырады. Ал Реалдың тізгінін бапкерлік мансабын 2 жыл бұрын бастаған Хаби Алонсо ұстап отыр. Бірақ Флик бұл матчты трибунадан көрермен ретінде тамашалайды. Барса бапкері Жиронамен болған ойында қызыл қағаз алған болатын. Енді Реалға қарсы ойында алаң жиегінде тұра алмайды. Оның орнына Тиаго Алькантара ақыл айтатын болады. Биыл қос команда да маусымды сәтті бастап, тағы да чемпиондыққа екеуі ғана таласатын анық көрсетті. Атлетиконың бұлармен иек тірестіре алмайтын шамасы да жоқ. Вильярреалдың да күші көпке жетпей сарқылады. Реал 9 турда тек бір рет жеңіліп, 24 ұпаймен көш бастап тұр. Ал Барселонада бір жеңілістен бөлек бір тең ойыны бар. Ешкім күтпеген жерден Райо Валеканомен ұпай бөлісіп, Севильядан тас талқаны шығып ұтылды. Сөйтіп 22 ұпаймен екінші орында тұр. Реалдың да тас талқаны шыққан кезі болды бұл маусымда. Хаби Алонсо ұпайдан шашау шығармай, тұрақты нәтиже көрсетіп жүргенімен, топ клубтарға келгенде тісі батпай қалуда. Мадрид дербиінде басты жауы Атлетикодан 5-2 есебімен ұтылды. Мұны кездейсоқтық деп айтайын десем,
Жазда клубтар арасындағы әлем чемпионатында да әдемі келе жатып PSG-ға 0-4 есебімен жеңілгені тағы да бар ғой. Ертең Барселонаны жеңе алмаса, жаңағы айтқанымыз факт болайын деп тұр. Бұл жолғы Эль Классикоға қатыспайтындардың қарасы көп. Реалдың қорғаныс аймағындағы қорғаушылардың біразында жарақат бар. Ал Барселонада керісінше, шабуыл шебіндегі ойыншылар түгел емес. Енді тізіп өтейік. Мадридті клубта Трент Александр-Арнольд, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Дин Хейсен, Антонио Рюдигер көмектесе алмайды. Давид Алаба жарақатынан айығып, енді ғана ойнап жүрген еді, ол қатардан қайтадан шығып қалды. Ал каталониялық клубта жарақат алған ойыншылардың қатарында Гави, Марк-Андре Тер Штеген, Роберт Левандовски, Жуан Гарсия, Дани Ольмо, Рафиния және Ферран Торрес бар. Бірақ соңғы екеуі Реалмен болатын ойынға дейін қатарға қосылып қалуы мүмкін. Барселона негізгі шабуылшылардың жоқтығына қарамастан, Чемпиондар лигасында Олимпиакосқа 6 гол соғып тастады. Левандовскийдің орнын Фермин Лопес жоқтатпауда, хет-трик жасап тастады. Ал Испанияға келіп мансабын қайта жандандырған Маркус Решфордтың ойыны Барса жанкүйерлерін тәнті етуде. Осы маусымда 12 матчқа қатысып, 5 гол мен 6 нәтижелі пасты өз атына жазды. Ал Реал сапында мұндай нәтижеге жауап қататын тек Килиан Мбаппе бар. Француз шабуылшысы биыл ғаламат ойын көрсетуде. Қатысқан матчтардың барлығына голсыз қайтпауда. Соңғы 11 матчта тоқтамай гол соғып келеді. Оның ішінде Қайрат қақпасына жасаған хет-тригі де бар. Ағымдағы маусымда Реал үшін 14 матчқа шығып, 16 гол мен 2 ассист рәсімдепті. Осы қарқыннан таймаса, келесі жылы алтын допты еш ойданбастан алайын деп тұр. Мбаппе былтырғы Эль Классиконың барлығында ұтылса да, Барселона қақпасына гол соғуды үйреніп алды. Әлгі 4-3 есебімен аяқталған ойында хет-трик жасады. Оған дейін соққан 2 голын есептемегенде, Мбаппе Эль Классикода соққан голдардың санын 5-ге жеткізді. Енді алдағы Эль Классикоға қос команданың қоятын құрамына шолу жасап көрейік. Реалдың қақпасын сөзсіз Тибо Куртуа қорғайды. Орталық қорғаушылардан тек Эдер Милитау бар, жанына амал жоқ. Рауль Асенсио шығайын деп тұр. Сол қапталға Альваро Каррерасты, оң қапталға Феде Вальверден қояды. Басқа нұсқада болмай тұр Хаби Алонсода. Жартылай қорғаныста Арелиан Чуамини, Эдуардо Камавинга және Джуд Беллингем бар. Ал шабуыл шебінде 100% Мбаппе мен Винисиус шығайын деп тұр. Реалдың бас бапкері Родриго мен Винисиусты бірге ойнатпай жүр. Сондықтан Франко Мастантуоно мен немесе ардагерлер негізгі құрамға ілігуі мүмкін. Ханси Фликте де таңдау аз болып тұр. Қақпаға тұратын тек Войцех Шенсне бар. Қорғаныстың қапталында құстың қос қанатындай болған Жюль Күнде мен Алехандро Балде ойнайды. Ал орталық шепті Пау Кубарси мен Рональд Араухо қорғайды. Олимпиакосқа қарсы ойында Флик Фрэнки де Йонгқа демалыс беріп, тек екінші таймда алаңға шығарды. Демек, Эль Классикода Педри мен де Йонг жұп құрады. Ал ондықтың позициясында Фермин Лопес ойнайды деген болжам бар. Шабуыл шебінде Ламин Ямаль мен Маркус Решфорд бар. Оларға жарақатынан айығып үлгерген жағдайда Рафиния немесе Ферран Торрес көмектесетін шығар бәлкім. Реалдың Эль Классикода жеңіске жетпегеніне 5 матч болды. Өткен маусымда Барселонаға мүлдем тісі батпады. Бұған дейін мұндай масқараның қашан болғаны есімізде жоқ. Эль Классикодағы соңғы жеңісін 2024 жылдың 21 сәуірінде тойлаған екен. Айтпақшы, жаңағы 5 матчқа созылған сәтсіз серияға дейін мадридтіктер қатарынан 3 классикода жеңіске жеткен екен. Бірақ таразы басы басқа жаққа ауып, былтырғы маусымнан бері Барселонаның мерейі үстем болуда. Осы уақытқа дейін өткен ресми Эль Классиколарды есептейтін болсақ, қос команда арасында 204 матч өткен екен. 105-інде Реал, 101-інде Барселона жеңіске жеткен. Корольді клубтың тарихтағы ең ірі жеңісі 11-1 есебімен сонау 1943 жылы тіркелген. Ал Блаугрананың ірі жеңісі 5-0 есебі. Бұл есепті бір рет емес, 3 рет тіркегенін айта кетейік. Соңғы жылдардағы Эль Классико ішті пыстырмай жанкүйерлерді голға қарық қылуда. Соңғы 8 матчта 40 гол соғылған екен. Биыл да гол көп болу тиіс. Қос команда ашық футбол ойнап,
жанкүйерлерін қуантуға дайын. Қазіргі Эл Классиколар тек голмен қызықтыруда, ал баяғыда қырғын төбелестің куәсі болатын едік. Қос команданың құрамында Рамос, Пепе, Пуйол секілді қызу қанды дейміз бе әйтеуір жынды ойыншылар болатын еді. Бір-бірін қас жау ретінде көре алмайтын еді. Ал қазіргі Эл Классиконың жөні бөлек. Ешқандай ерегіс жоқ, футболшылар момын болып кетті ме білмеймін. Матчтан кейін бір-бірімен әңгімелесіп тұра береді. Төбелессіз тойдың несі қызық деп ойлаймын да енді. Жаңа маусымды сәтті бастаған қос команда бірер күннен кейін өзара мықтыны анықтап көреді. Ханси Флик Эл Классикодағы жеңісті сериясын жалғастыра ма? Әлде Хаби Алонсоның дайындап қойған тосын сыйы бар ма? Не болса да мұның жауабын 26 қазанда білетін боламыз.